күн өте қызықты болып тұр. Бір әскери дәрігер болса, бұл кісі ұстаз және қожаның қызы. Бұл кісінің бұлағы бар ашқан, Шымкент жақта. Қазір Астана қаласында тұрады. Көңіл күйіңіз қандай? Қожаның қызы бұл кісі енді пайғамбарымыздың ұрпағы ғой. Халықаралық медиатормын еще. Әрі бисіз. Атақ көп енді. Мына ордендерді қарасаңыздаршы, кеудесі толған марапат осыған лайықты. Әрі көлік жүргізеді, енді бұл кісі бизнес леди десе де болады, жан жақта. Қазіргі сәтте қандай адамдарды қуантып жүрсіз, немен айналысып жатырсыз? Мен қазіргі заманда заманауи кез ғой, сондықтан да көштен кеш қалып қоймайық деп бүткіл мамандықты меңгеріп жатырмын. Таргетологты оқып алдым, ММС оқып алдым, біраз заттарды. Біздің емшілеріміз өте сауатты. Сондай қазіргі мен рахмет айтқым келеді Зиядан қажыға. Өйткені ол кісі біздің ұстазымыз. Әкесі Зиядан қажыны білесіз, қанша жыл білесіз? Бұл осы қоғам ашылғалы бері сол кісінің қол астындамыз. Өте бір керемет білімді кісі болған ол кісі. Сол енді бүгін сыр ашылайын деп тұр. Өйткені Зиядан қажы екеуміз өте жақсы тығыз байланыста болдық. Кездескенде ақылын айтатын. Сосын осы Аршат туралы маған да тапсырып қойған, сыртыңнан бақылап жүріп, қолыңнан жақын қасында болмасаң да, әйтеуір ұрпағымыз ғой, аман жүрсін деп. Енді ғана айтып тұрмын онда, сыртынан бақылап жүргенде. Ол кісі басқа қалада, бірақ бұл кісі дұрыс жолда келе жатыр. Орнында бар, оңалар дейді ғой. Иә, ата баба жолын жалғастырып, Зиядан қажының жолын жалғастырып, керемет жылда осындай форумдар өткізеді, марапаттайды. Алғысым шексіз. Ол кісінің жатқан жер жанатта болсын. Не айтайын енді. Енді өзіңіз қандай еммен шұғылданасыз? Мен деген кішкентайымнан дарыған, бұл ата бабамыздан. 5 жаста көріпкел болдым, 29 жаста бастап адам қарай бастадым. Ұстаздарым өте көп. Бірі Мұхтар Шаханов болса, бірі Марат қажы, Сарауле деген. Сарауле қажы. Сол кісілерге қарап бой түзеп келе жатырмыз, ой түзеп келе жатырмыз. Бірі жаңағы Райс Мұхаммеді Құлтаев, бірі Серік Тақсыр, ол кісі үлкен Қызылорда қаласында имам болған. Одан бөлек осы ең үлкен ұстазымыз Зиядан қажы ғой, сол кісінің шәкірттеріміз. Телефоныңыз қандай? 8747 245 60 50. Осы Астана қаласында ем жүргізесіз, онлайн ба, офлайн ба? Офлайнда, онлайнда өзімнің арнайы ашып қойған халық қабылдайтын кабинетім бар. Қордай 97 ЖК Кернай.